балдардың бойындағы жетіспейтін, ол біздің ұлттық құндылықтарымыз, салтымыз, дәстүріміз, үрдісіміз. Мысалы бір сөз айтайын, үлкенді сыйлау, үлкенді тыңдау. Осыны қазір біз мынау жастардың бойына сіңіруіміз керек. Бүгін біз осы Бердібек Сапарбаевпен кездескеніміз өте қуаныштымын. Өзімізді толғандырып тұрған көптеген сұрақтарымызды қойдық. Болашақта керемет маман иегері боламын дегенге сенімдімін және өз еліме пайда тигізеді деп ойлаймын.